Бүгінде осы мораторийдің аяқталуына санаулы уақыт қалды. Осы орайда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 2019 жылғы шілдеде үкіметтің кеңейтілген отырысында жер жұмыс істейтін адамдарға берілуі тиіс. Жер өндірістің басты факторы. Тиімділік пен ашықтық болмаса ауылды дамыта алмаймыз. 2021 жылы жер кодексінің кейбір нормаларына мораторий аяқталады. Бұл мәселе бойынша нақты шешім қабылдануы тиіс. Ақ жол партиясы үкіметтің жанындағы жер жөніндегі комиссияға шетелдік компаниялар мен азаматтарға жерді сатуға, сондай-ақ Қазақстан мен шекаралас шет мемлекеттер мен олардың азаматтарына жерді жалға беруге тыйым салу туралы ұсыныстарын жолдаған еді. Бірақ белгісіз себептермен комиссияның қорытынды хаттамасына бұл енгізілмей қалды. Біз президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жер мәселесіне қатысты ұстанымын толық қолдай отырып, және мораторий мерзімінің аяқталуын ескере отырып, жер заңнамасына жедел түрде тиісті түзетулер енгізу қажет деп санаймыз. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Ақ жол партиясы Қазақстан Республикасының үкіметіне жер кодексіне тиісті өзгерістер мен толықтыруларды енгізіп, елді алаңдатқан жер дауының шешілуіне нүкте қойылу керек деп санайды.